Саламатсыздар ма оқушылар, сіздермен бірге Айнұр апай бүгінгі видеода 6 сынып математика пәнінің 1-8, яғни масштаб тақырыбындағы 156-дан 166-ға дейінгі есептердің шығарылуын қарастырамыз. Бұл есептер А деңгейдің есептері болып табылады. Осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар, және осы видеоны достарыңа жіберіңдер. Олай болса бастайық. 156 есеп: мына масштабтардың қайсысына сызбадағы өлшем нақты өлшемнен үлкен, қайсысында кіші дейді. Енді бұл сұраққа жауап бермес бұрын масштаб дегеніміз не, соны бір қайталап өтсек. Масштабты М әрпімен белгілейтін болсам, масштабты табу үшін біз картадағы өлшемді, яғни қағаз бетіндегі өлшемді жер бетіндегі нақты өлшемге бөлеміз. Яғни масштаб дегеніміз ол картадағы өлшем мен жер бетіндегі өлшемнің қатынасы. Олай болса, картадағы дегеніміз ол қағаз бетіндегі, жер дегеніміз ол нақты өлшем. Қағаз бетіндегі өлшем жер бетіндегі нақты өлшемнен үлкен болатын болса, онда ол үлкейтілген өлшем деген сөз. Ал егер де керісінше болатын болса, онда ол кішірейтілген деген сөз. Енді бізден сұрап тұр, нақты өлшемнен қайсысы үлкен, қайсысы кіші дейді. Олай болса, мынау 1-дің 20-ға қатынасы деп тұр. Олай болса, үлкен өлшем деп жазып қояйық, үлкен және кіші. Үлкен өлшемге жаңа айтқанбыз, картадағы, яғни үстінде тұрған саны үлкен болу керек, жердегісі кіші болу керек. Мынандай берілген масштабтарды, мысал үшін 1-дің 20-ға қатынасы дегенді біз басқаша 1/20 деп ала аламыз. Сонда бұл жерде міне 1 дегеніміз бұл картадағы өлшем, 20 дегеніміз жердегі өлшем. Басқаша айтатын болсақ, мына бірінші тұрған саны үлкен болса, ол үлкен өлшем, ал екінші тұрған саны үлкен болса, онда ол кіші өлшем. Олай болса қарайық, 1-дің 20-ға қатынасы ол үлкен өлшем емес, ол кіші өлшем. Сондықтан мында жазамыз 1-дің 20-ға қатынасы. Ары қарай 100-дің 1-ге қатынасы, мінекей, бірінші тұрған санымыз үлкен болып тұр. Онда бұл үлкейтілген өлшем. Яғни мында жазамыз 100-дің 1-ге қатынасы. Одан кейінгі өлшем 1-дің 10.000-ға қатынасы. Бірінші санымыз кіші, яғни бұл кішірейтілген өлшем болады. 1-дің 10.000-ға қатынасы. Және соңғысы 75-дің 1-ге қатынасы. Бірінші тұрған санымыз үлкен, яғни бұл үлкейтілген өлшем. 75-дің 1-ге қатынасы. Келесі 157 есеп. Ұзындығы 40 сантиметр, 50 сантиметр, 1 дециметр және 10 метр болатын кесіндінің сызбадағы ұзындығы 1 сантиметр. Сызба масштабын табыңдар дейді. Бізде 4 түрлі өлшем бар, және олардың барлығының сызбадағы өлшемі 1 сантиметр екен. Яғни осы 4 өлшеміміз 4 түрлі масштабпен салынған деген сөз. Сол масштабын табуымыз керек. Олай болса, масштаб біріншісінде біз айтқанбыз, масштаб дегеніміз ол картадағы өлшемді жердегі нақты өлшемге бөлу. Картадағы өлшем дегеніміз міне мынау сызбадағы 1 сантиметр деп тұрғанымыз. 1 сантиметр, ал нақты өлшемі міне тұр біріншісінде 40 сантиметр. 40 сантиметр. Екеуінің де өлшемі бірдей, екеуі де сантиметрмен берілген, сондықтан 1-дің 40-қа қатынасы деп алсақ болады, немесе оны масштаб түрінде 1-дің 40-қа қатынасы деп осылай жазамыз. Екіншісі, тағы да масштаб. Картадағы өлшем бұл жерде де 1 сантиметр. Ал нақты өлшемі, екінші мысалда, ол 50 сантиметр. Бұл жерде де өлшем бірліктері бірдей, екеуі де сантиметрмен берілген, сондықтан 1/50 деп аламыз. Немесе масштаб түрінде жазатын болсақ, ол 1-дің 50-ге қатынасы болады. Үшіншісі, масштабты табайық. Ол үшін картадағы өлшемі 1 сантиметр, ал нақты өлшемі 1 дециметр екен. Мінекей 1 дециметр. Дәл қазір осы мысалда бізде міне өлшем бірліктері әртүрлі, біреуі сантиметрмен, екіншісі дециметрмен берілген. Олай болса, екеуін ортақ өлшемге келтіреміз.
сантиметрге келтіру оңай әрине, сондықтан алымында 1 сантиметр деп қалтырамын. Ал бөліміндегі 1 дециметр дегенді сантиметрге айналдырам. 1 дециметрде 10 сантиметр бар. Екеуі де сантиметр болды. Бұлай болса сандарын ала қойсақ болады. 1/10 немесе масштабы 1-дің 10-ға қатынасы деп айтамыз. Келесі төртіншісі, масштаб. Картадағы өлшем бізде 1 сантиметр еді. Ал нақты өлшем, ол мінеки төртіншісінде 10 метр. Тағы да бізде өлшем бірліктері әртүрлі, сондықтан оларды бірдей өлшемге келтіреміз. Алымында 1 сантиметр деп жазып қоямын. Ал бөліміндегі 10 метрді сантиметрге айналдыруымыз керек. 1 метрде 100 сантиметр бар. Олай болса 10 метрде 1000 сантиметр болады. Өлшем бірліктері бірдей болды. Енді сандарын ғана жаза қоямыз. 1/1000 немесе масштаб түрінде жазатын болсақ, 1-дің 1000-ға қатынасы деп айтамыз. Келесі 158-ші есеп. Масштабы мынандай 3 түрде берілген картада жер бетіндегі 1 километр қашықтық неше сантиметр кесіндімен кескінделеді дейді. Яғни бізде масштаб берілген және оның жер бетіндегі өлшемі берілген. Енді картада қанша болып салынады, соны табуымыз керек. Ол үшін масштаб дегеніміз карта бөлу жер дедік. Міне мына біріншісін шығарайық. Біріншісінде масштабымызды жазып аламыз. Ол 1/100 000. Ол тең масштабтың формуласы картадағы өлшем бөлінген жердің өлшемі деп айтқанбыз. Бізде картадағысы белгісіз, x деп аламыз. Ал жердегі өлшем 1 километр. 1 километр. Және біз бұны картадағы өлшемін табатын болғандықтан, картада бізде сантиметрмен белгіленеді. Сондықтан мына 1 километрді сантиметрге ауыстырып алуымыз керек. 1 километрде 1000 метр бар, ал 1 метрде 100 сантиметр бар. Олай болса 1 километрде 100 000 сантиметр бар екен. 100 000 сантиметр. Енді осыдан x табатын болсақ, пропорция арқылы 100 000-ды 1-ге көбейтеміз. 100 000 сантиметр. Оны бөлеміз 100 000-ға. 100 000-ды 100 000-ға бөлсек, жауабы 1 сантиметр болып шығады екен. Келесі екіншісі. Екіншісінде бізде масштаб 1-дің 50 000-ға қатынасы. Бөлшек түрінде жазып аламыз. 1-дің 50 000-ға қатынасы. Ол тең. Картадағы өлшем бізде белгісіз. Оны x деп аламыз. Ал жердегі өлшемі 1 километр бәрінде бірдей болады. Яғни оны 1-ден сантиметрге ауыстырып жазатын болсақ, 100 000 сантиметр болады. Енді осыдан x табамыз. Ол үшін 100 000 сантиметрді бөлеміз 50 000-ға. 50 000-да 4 0 бар, сызып тастаймыз. 100 000-дағы 4 0 сызып тастаймыз. Сонда 10-ды 5-ке бөлу керек. 10-ды 5-ке бөлсек, 2 сантиметр шығады екен. Келесі үшіншісі. Үшінші масштаб 1-дің 25 000-ға қатынасы. Ол тең. Алымында бізде картадағы өлшем болады. Ол белгісіз, сол үшін x дейміз. Ал бөлімінде бағана айтқан 1 километрді сантиметрге айналдырып жазамыз. Яғни 100 000 сантиметр. Енді осыдан x табатын болсақ, 100 000 сантиметрді бөлеміз 25 000-ға. 25 000-да 3 0 бар. Сондықтан 25 000-ның 3 0-ы мен 100 000-ның 3 0-ын сызып тастаймыз. Сонда 100-ді 25-ке бөлу керек. 100-ді 25-ке бөлсек, 4 сантиметр болады екен. Келесі есеп, 159-шы есеп. 1/9 суретте 1-дің 100-ге қатынасындағы масштабпен кескінделген бөлменің сызбасы берілген. Бөлменің сызбадағы өлшемдерін тауып, ұзындығының енінің нақты мәндерін есептеп табыңдар дейді. Олай болса, біз мына өлшемдерді өлшеп аламыз. Кітаптағы берілген суретті линейканың көмегімен мына ұзындықтарын өлшейміз. Мысал үшін, мына қабырғасы 5 сантиметр болған дейік. Ал мына қабырғасы
10 сантиметр болсын. Линейкамен өлшеп алған кезде неше шығады, соны жазасыздар. Енді бізге ұзындығының және енінің нақты мәндерін табыңдар деген. Олай болса, ұзындығын А әрпімен, ал енін Б әрпімен белгілеп қояйық. Енді әрқайсына жеке-жеке есептейміз. Мысал үшін А ол бізде ұзындығы болды. Ұзындығын табу үшін масштабымыз бізде 1-дің 100-ге қатынасы болып тұр. Ол тең картадағы өлшем, міне бізде нақты қағаздағы өлшем бар, 5 сантиметр болса, ал жердегі өлшемі қанша екені белгісіз, оны x деп аламыз. Енді осы жерден x табатын болсақ, 100-ді көбейтеміз 5 сантиметрге. Сонда жауабы 500 сантиметр болады. Немесе 500 сантиметрді метрге айналдыруға болады, ол 5 метр болады. Дәл сол сияқты Б қабырғасын алайық. Б қабырғасы үшін масштаб екеуінде де бірдей, 1-дің 100-ге қатынасы, ол тең. Бізде мына Б қабырғасы 10 сантиметр болды, сондықтан 10 сантиметрді бөлеміз, нақты өлшемін Y деп алайық. Y-ті табатын болсақ, 10 сантиметрді көбейтеміз 100-ге, сонда 1000 сантиметр шығады. 1000 сантиметр дегеніміз, оны метрге айналдыратын болсақ, 10 метрге тең болады екен. Келесі 60-шы тапсырма, бұл жерде практикалық жұмыс. Үйдегі немесе пәтердегі бір бөлменің ұзындығын енін өлшеп, оның 1-дің 200-ге қатынасындай масштабымен кескінделген планын сызыңдар дейді. Енді біз шартты түрде ала қояйық. Бөлменің ұзындығы 8 метр деп алайық. Ал ені 6 метр болсын. Және бұны біз қағаз бетіне салатын болғандықтан міндетті түрде сантиметрге айналдырамыз. 8 метр дегеніміз ол 800 сантиметр, ал 6 метр дегеніміз ол 600 сантиметр. Енді бізде масштаб берілген, қағазда қалай өлшейміз, соны табуымыз керек. А қабырғасы үшін масштабымыз 1-дің 200-ге қатынасы болды. Ол тең. Картадағы өлшем бізде белгісіз, сондықтан оны x дейміз, бөлеміз. Нақты жердегі өлшеміне. Нақты жердегі өлшемі 800 сантиметр. Енді осыдан x табатын болсақ, 800 бен 1-ді көбейтсек 800 болады. 800 сантиметр бөлу 200. 0-дерін қысқартып тастайық, сонда 8-2-ге бөлсек 4 сантиметр болады екен. Б қабырғасы үшін дәл осы масштаб 1-дің 200-ге қатынасы. Ол тең. Екінші қабырғамызды Y деп алайық. Және ол бізде 600 сантиметрге тең. Енді осы жерден Y-ті табатын болсақ, 600 сантиметрді бөлуіміз керек 200-ге. 0-дерді қысқарып тастаймыз, сонда 6-ны 2-ге бөлсек 3 сантиметр болады екен. Яғни ұзындығы 4 сантиметр болатын және ені 3 сантиметр болатын пәтердің планын сызуымыз керек. Шартты түрде сыза қояйық. Бір тор көзімізді 1 сантиметр деп алатын болсақ, 1, 2, 3, 4, міне, ені 4 сантиметр және ұзындығы 3 сантиметр. 3 тор көзден аламыз байынан. Шамамен алатын болсақ, пәтеріміздің планы осындай болып сызылады екен. Былай жазып қойсақ болады, 3 сантиметр және мына жер 4 сантиметр. Келесі есеп. 1-10 суреттегі картадан Астана мен Қарағанды қалаларын қосатын кесінді ұзындығын өлшеңдер. Картаның 1-дің 7 миллионға қатынасындай масштабын пайдаланып, Астана, Қарағанды қалаларының жер бетіндегі арақашықтығын табыңдар. Яғни бізде мына жерде міне Астана қаласы, міне Қарағанды қаласы. Екеуінің арасындағы арақашықтықты мынандай кесінді қылып салып алыңдар деп отыр, және оны линейкамен өлшейміз. Кітаптағы берілген суретті өлшейтін болсақ, бұл
ара қашықтық 3 сантиметр. Олай болса, енді осы 3 сантиметрдің нақты жер бетіндегі осы екі қаланың арасындағы ара қашықтығын есептеп шығарамыз. Мына масштабты пайдаланамыз. Олай болса, масштабымыз бізде 1-дің 7 миллионға қатынасы. Ол тең. Масштаб дегеніміз картадағы өлшем 3 сантиметр болып тұр. Оны бөлуіміз керек жер бетіндегі өлшеміне. Ал жер бетіндегі өлшем бізде белгісіз, сондықтан оны x дейміз. Енді осы жерден x-ті табатын болсақ, 3 сантиметрді көбейтуіміз керек 7 миллионға. Сонда 21 миллион сантиметр шығады. Жер бетіндегі өлшемі. Енді біз жердің бетіндегі өлшемді сантиметрмен өлшеп отырмаймыз, оны біз километрмен өлшейміз. Сондықтан мына 21 миллион сантиметрді километрге айналдырамыз. Ол үшін бірінші сантиметрден метрге айналдырамыз, сосын метрден километрге. Олай болса, 1 метрдің ішінде 100 сантиметр бар. Яғни мына 2 нөлін алып тастасақ, бізде метр шығады. Ал 1 километрдің ішінде бізде 1000 метр бар. Яғни міне 3 нөлді алып тастаймыз, сол кезде бізде километр шығады. Олай болса, 210 километр болады екен ара қашықтығы. Балалар, видео ұнап жатса, каналға тіркеліп, осы видеоға лайк басып, және қоңыраушаны басып қойсаңыздар, менің каналымда шыққан жаңа видеоларды ең бірінші болып көресіздер. Сонымен қатар, осы видеоны достарыңа да жібере отырыңдар. Келесі есеп, 162 есеп. Үлкен Алматы каналының ұзындығы 170 метр. Оның картадағы ұзындығы 17 миллиметр. Осы картаның масштабын табыңдар дейді. Яғни бізде екі өлшем бар. Нақты өлшем бар және картадағы өлшем бар. Екеуін пайдаланып, біз масштабты табуымыз керек. Олай болса, масштаб дегеніміз ол картадағы өлшемнің жер бетіндегі өлшемге қатынасы дедік. Енді осыған салатын болсақ, картадағы өлшеміміз міне бізде 17 миллиметр. 17 миллиметр. Ал жер бетіндегі өлшеміміз ол 170 километр. 170 километр. Өлшем бірліктермен бірге жазып отырмын, себебі бұл жерде өлшем бірлігі әртүрлі. Оларды біз бірдей өлшемге келтіруіміз керек. Бізге миллиметрді километрге келтіру қиын, сондықтан километрді керісінше миллиметрге айналдырамыз. Олай болса 17 миллиметр деп үстін қалтырамыз, ал астын толықтай миллиметрге айналдырайық. Олай болса 170-тің өзін жазып қоямыз. Енді мына өлшем бірліктің кішірею сатысына байланысты ауыстырамыз. Километрден метр алуға болады. 1 километрде 1000 метр бар. Яғни 3 нөл тіркейміз. Міне мынау бізде метр болды. Енді 1 метрде 100 сантиметр бар. Тағы да 2 нөл тіркесек, осыншама сантиметр болады. Ал бізге сантиметр емес миллиметр керек. Енді 1 сантиметрде бізде 10 миллиметр бар. Сондықтан тағы да 1 нөлді тіркейміз. Миллиметр болады. Қазір біз міне 170 километрді миллиметрге айналдырдық. Сонда ол бізде 3 нөлден бөлетін болсақ, 170 миллион миллиметр болады екен. Енді мына 17 мен мына 17-ні қысқартсақ, былайнан екеуінде 17-ге бөлінеді десек, мында 1 қалады. Мына жерде тоже 1 қалады. Және мына артындағы нөлдер қалады. Оның барлығын жазбай қояйын. Дәл қазір миллиметр мен миллиметрді қысқарып тастаймыз. Сонда бізде шыққан масштаб 1-дің, мына жерде нөлдерін санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 нөл бар екен. Яғни 10 миллион деген сөз. 1-дің 10 миллионға қатынасындай болады екен масштабы. Және оны масштаб түріндегі жазумен жазатын болсақ, былай жазамыз. 1-дің 10 миллионға қатынасы. Келесі 163 есеп. Екі елді мекеннің жер бетіндегі ара қашықтығы 68 километр. Осы екі елді мекеннің біріншісінде масштабы 1-дің 2 миллионға қатынасындай, екіншісінде масштабы 1-дің 1 миллион 700 мыңға қатынасындай картадағы ара қашықтығын табыңдар дейді. Яғни бізде бұл екі тапсырма, сондықтан бөлек-бөлек қарастырайық. Бірінші тапсырмада біздің масштабымыз 1-дің 2 миллионға қатынасындай жазып қоямыз. Ол тең. Масштаб бізде қалай табылатын еді? Картадағы өлшемді, ол бізде белгісіз, сондықтан x дейміз, бөлеміз нақты жердегі өлшемге. Жердегі өлшеміміз ол 68 километр болды.
Енді осы 68 деп жазып қояйық әзірше. Бірақ біз бұны километрмен жазбаймыз. Картадағы арақашықтықты табу керек болғандықтан картада сантиметрмен жазылады. Сол себепті біз 68 километрді енді сантиметрге айналдырамыз. 1 километрде 1000 метр бар, яғни 3 нөл тіркейміз, ал 1 метрдің ішінде 100 сантиметр бар. Сондықтан 2 нөл тіркейміз. Осынша сантиметр болады. Енді осыдан белгісіз x-іміз тауып алатын болсақ, x дегеніміз 6.800.000 сантиметрді бөлеміз 2 миллионға. Артындағы сандарды, нөлдерді қысқартып тастаймыз. 1, 2, 3, 4, 5 нөл бар мұнда. Ал мына жерде 6 нөл, оның 5-ін тастаймыз. Сонда 68 сантиметрді 20-ға бөл деген сөз. Бірінші 68-ді 2-ге бөліп алайық. Ол 34, сосын оны 10-ға бөлсек, 3,4 сантиметр болады екен. Және екіншісінде масштаб 1-дің 1.700.000-ға қатынасы. Ол тең. Тағы да бізде картадағы арақашықтық белгісіз, сондықтан оны x деп аламыз. Оны бөлеміз жердегі арақашықтық, яғни 68 километрге, немесе жаңағы бірінші нұсқадағыдай 68 километрді сантиметрге айналдырамыз. Сонда ол 6.800.000 сантиметр болады. Осыдан x табатын болсақ, 6.800.000 сантиметрді бөлеміз 1.700.000-ға. Нөлдерінің саны бірдей, мұнда 5 нөл бар, мұнда 5 нөл бар, сызып тастаймыз. Яғни 68-ді енді 17-ге бөлуіміз керек. 68-ді 17-ге бөлсек, 4 сантиметр шығады екен. Келесі есеп. Футбол қақпасының ені 7,3 метр. Яғни мына жер 7,3 метр екен. Ал биіктігі 2,4, мынау 2,4 метр. 1-дің 100-ге қатынасындай масштабымен футбол қақпасының сызбасын сызыңдар дейді. Яғни мынау нақты өлшемдері футбол қақпасының, ал біз енді оны қағаз бетіне түсіргенде қандай өлшеммен аламыз, соны есептейік. Олай болса, әр қабырғасын жеке-жеке есептейміз. Бірінші мына ұзындығын есептейік. Яғни масштаб бізде 1-дің 100-ге қатынасындай. Ол тең. Картадағы өлшем белгісіз, оны x деп қоямыз. Ал нақты өлшемі мынау 7,3 метр. 7,3 метрді сантиметрге айналдыратын болсақ, ол 730 сантиметр болады. Енді осыдан x табатын болсақ, 730 сантиметрді бөлу керек 100-ге. 100-ге бөлсек, 7,3 сантиметр болып шығады екен. Және дәл сол сияқты, дәл осы масштабпен, 1-дің 100-ге қатынасындай деген масштабпен, енді біз оның биіктігін аламыз. Биіктігін y деп белгілеп қояйын, және оның нақты өлшемі 2,4 метр, немесе сантиметрге айналдырғанда ол 240 сантиметр. Осыдан y-ті табатын болсақ, 240 сантиметрді бөлеміз 100-ге. Нөлдерін қысқартып тастайық. Сонда 24-ті 10-ға бөлетін болсақ, 2,4 сантиметр болады екен. Яғни ені 7,3 сантиметр болатын, және биіктігі 2,4 сантиметр болатын футбол қақпасын салуымыз керек. Шамамен салайын мен былайынан. Мынау мысал үшін бізде 7,3 сантиметр болсын. Ені және биіктігі 2,4 сантиметр болсын. Мінекей осындай футбол қақпасы болады деп саламыз. Келесі 165-ші есеп. 5-тің 1-ге қатынасындай масштабымен сызылған жәндіктің суреттегі қанатының ұзындығы 3 сантиметр екен. Жәндіктің қанатының нақты ұзындығын миллиметр есебімен табыңдар дейді. Мына масштаб бізде суреттегісі, яғни үлкейтіліп салынған деген сөз. Олай болса шығарайық. Масштаб бізде 5-тің 1-ге қатынасындай, ол тең
қанаттың суреттегі ұзындығы 3 сантиметр деп тұр, және есепте бізде миллиметрмен есептеңдер деген. Олай болса, мына 3 сантиметрді миллиметрге айналдырып алайық, ол бізде 30 миллиметр болады. Және оның нақты ұзындығы белгісіз, оны x деп аламыз. Енді осы жерден x табатын болсақ, 30-ды 1-ге көбейтсек 30 болады, яғни 30 миллиметрді бөлеміз 5-ге. 30-ды 5-ге бөлсек 6 миллиметр болады екен. Келесі 166-шы есеп. Бағбан алмаларды, шабдалыларды, алмұрттарды бөлек-бөлек 3 жәшікке салды да, жәшіктерге алмалар, шабдалылар, алмалар немесе алмұрттар деп жазды. Жәшіктердің сыртындағы жазу олардың ішіндегі жемістермен сәйкес емес. Қай жәшікте жемістің қандай түрі бар дейді. Бұл енді логикалық есеп, сондықтан былай жазайық. Жәшіктердің атаулары бізде міне. Бірінші жәшігіміз ол алмалар, екінші жәшік шабдалылар, және үшінші жәшігіміз ол алмалар немесе алмұрттар. Осылай жазып аламыз. Енді есептің шарты бойынша жәшіктердің сыртындағы жазу олардың ішіндегі жемістермен сәйкес емес дейді. Онда қай жәшікте не жатқанын табайық. Мысал үшін, мына алмалар немесе алмұрттар деген жәшікте бұл жерде алма да бола алмайды, алмұрт та бола алмайды. Өйткені сыртындағы жазу сәйкес келмеу керек. Онда мына жерде бізде шабдалы болады. Шабдалы. Енді келесі алмалар жәшігінде шабдалы болмайды, өйткені шабдалы мында кетті. Яғни алмалардың жәшігінде алмұрт болады. Және соңғы үшінші қалғаны ол шабдалылар жәшігінде алмалар болады екен. Сонда қарап отырсақ, міне 3 жәшіктің атаулары ішіндегі тұрған заттарына сәйкес келмейді. Осымен балалар, бүгінгі есептеріміз аяқталды. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп және қоңыраушаны басыңдар. Сонымен қатар сұрақтарыңды комментарийге жазыңдар. Осы видеоны достарыңа жіберуді де ұмытпаңдар. Ал мен сендермен келесі видеоға дейін қоштасамын. Сау саламатта болыңдар. Сендермен бірге болған Айнұр апай, оңай математика каналы.